Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай әдемі шығатын, дәмді шығатын тамақтың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін сізге фарш пен жұмыртқа керек болады. Енді мен мына жерде майсыз фаршты аласыздар барынша, және осыған уақтап туралған 2 пиязымызды және де күштің ірі көзіне өткізілген картопымызды және тұз мен бұрышымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, қазір блинчикке салатын начинкамызды осылай дайындап қоямыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді қазір блинчик пісіретін жұмыртқамызды еземіз. Осылай 8 жұмыртқаны жарып аласыздар. Барлық құрамды описаниеда қалдыратын боламын, және де тұзымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аласыздар. Бір келкі массаға айналдырғаннан кейін қызып тұрған тавада блинчиктер пісіреміз. Міне табамыз қызды. Енді осыған блинчикті жұқалап қана, өте қалың құйып жібермеңіздер, жұқалап қана пісіреміз. Сәл ашық тұрған жеріне осылай тамыз жіберсеңіздер болады. Кішкене қызара келе айналдыра бір алып шығып, үстіп айналдырып, кәдімгі блинчик сияқты пісіресіздер, бірақ бұл кішкене жұқалау болғандықтан құттай жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыздар. Осылай айналдыра отырып, барлық жұмыртқаға езілген жұмыртқамыздың бәрін блинчик қылып осылай пісіріп аламыз дайындап. Міне осылай барлық блинчиктерімді пісіріп шықты. Міне жерде енді менің салмамда, яғни начинкамде және де блинчигімде дайын. Қазір мен екеуін енді рулет қылып орайтын боламын. Ол үшін блинчикті алып, осылай үстіне фаршымды салып алдым. Яғни дайын тұрған салмасын салып алдым. Үстіне кішкене кетчуп пен майонезді осылай сеуіп шықтым. Кішкене дәм беру үшін. Бұл кетчуп пен майонезді сеппесеңіздер де, олай жасамасаңыздар да болады. Или бұндай кондитерлік мешок болмаған жағдайда астына былай тікелей салсаңыздар да болады. Енді осындай рулет қылып орап, міне тамағымыз дайын болып жатыр. Міне осындай қылып бірден жаңағы блинчиктің бетіне де жасап жіберуге болады. Осылай фаршымыз салып, жайлап мұқият ораймыз. Блинчигіміз өте біздің жұқа, жыртылып кетуі әбден мүмкін, сондықтан мұқият қана орап шығасыздар. Міне осылай барлық блинчиктерімізді фаршымыз салып отырып орап шығамыз. Міне мен пергамент төсеп, формам противеньге салдым. Енді үстеріне осылай сары майды қойып, духовкада пісіремін. Духовкада пісіп шықты тамағымыз. Енді мен қасына күрішті гарнирге салып, осындай қылып кешкі асқа ұсындым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қонақтарыңызға да осылай сәндеп ұсынсаңыздар болады.